Бірақ сонда маған айтады, апырай, осы Абай туралы жазылып жатыр, бірақ көңіліме қонбай тұр дейді. Кейбір жер келеді, кейбір жер дұрыс келмей қалады, мен көңіліме қонбайды. Соған кішкене өзі ол кісінің мінезі қиқарлау болады. Турашыл, қиқарлау. Өз айтқан дұрыс дейді. Сол өз айтқан дұрыс дегендіктен бекен, ешкімге бұлай әлгі сөзіне жығыла салып отырмайды. Соны қайтса дәлелдеуге дейін барады. Ептеп қырсықтау мінез болды. Қырсықтау мінез ол жақсы ғой. Тура жол деген сөз ғой, қырсықтау деген. Анау-мынауға көнбейтін. Сонда мен өзім жазам деп кірістім деп мағasi дейді. Ол кісіні тек қана жазушы деп қана танымаймын, мен ол кісіні ағартушы, ұстаз, ұлағатты ұстаз. Оның үстіне ол кісі тәрбиелі отбасының әкесі деп танимын. Ол кісі 9 баланың әкесі, көп балалы. Ол кісіні мықты ұстаз ретінде бүкіл Семей өңірін институттан бітіргенде ұстаздардың бәрі де жақсы біледі. Ол кісі немересі үйіп отырған ата ретінде жақсы білемін. Халыққа сондай жайлы, керемет бір жақсы әңгімешіл адам ретінде мен оның кісіні танимын. Айта берсе жақсылық жағы басым, көп.